Шектен шықпаңдар, деді Алтынай Жорабаева өзінің әріптестеріне ескерту жасап. Ол өзінің жеке Инстаграм парақшасында әріптестеріне осылайша үндеу жасады. Онда былай айтылған еді: осы мобилографпен жүретін жандар, қатты шектен шықпаңдаршы, өтініш. Құран оқитын жер болсын, той болсын, үнемі бірге жүреді. Қонаққа барсаң тіпті амандасқаныңа дейін, сыйлық бергеніңе дейін түсіріп жүреді. Жаман көрінеді, шын айтам. Желіге салғанда халыққа білінбейді, бірақ сіздің солай мобилографыңызбен кіріп келгеніңіз сырттан жаман көрінеді. Бәрі де напоказ үшін екені жаман білініп тұрады, сырттан жаман көрінеді. Жарайды, жұмысыңызды, өнеріңізді салыңыз. Тіпті арнайы блогерлардың іс-шарасы болса да мейлі, бірақ шектен шықпаңыздаршы. Артық айтсам кешірім сұраймын, деп жазды әнші өзінің жеке парақшасында. Менің ойымша, қазіргі уақытта халық адамдардың жұмысы, өнерімен қатар, оның қалай өмір сүріп жатқанын білгісі келеді, кімдермен араласатынын білгісі келеді. Басқа да әншілердің іс-әрекеттерінен сабақ алып үйренетіндер болатын. Сөйтіп, әншілердің Инстаграмында қаралым жинап береді. Осыдан кейін әншінің деңгейі көтеріледі, оның ол тұрақты табысына айналады, көрермендері болады. Атап айтқанда, бір сөзбен әншінің контенті көтеріледі. Бұл жерде әр әнші өзі шешім қабылдап, артық болмайтын заттарды салып керек емес деп